Дүние үшін өтіп кететін болмашы бар нәрсе үшін жақынымызбен, туысымызбен, бауырымызбен қырылысып, олай болмайды. Тірісінде жақыныңның қадірін білуіміз керекпіз. Жақының, әкең, шешең, бауырың өлгеннен кейін өкіресің ба, жылайсың ба? Ол келмейді ғой. Шіркін-ай, сол кезде аялап, әлпештеп, бар жақсы сөзімді төккенім де ғой деп өкінгеннен не пайда? Тіріліп келмейді ғой. Сондықтан тірісінде бір-біріміздің қадірімізді түсініп, барынша ізгі жақсы амалдарымызды аямамыз керек екен. Алла Тағала баршамыздың бауырмалдығымызды арттырсын иншалла. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, білесіздер, естіп жүрміз. 5 нәрсе келмей тұрып, 5 нәрсенің қадірін біліңдер дейді ғой. Қарттық келмей тұрған кезде жастық шақтың қадірін біліңдер дейді. Қарт кісілерден сұрап көріңіздер, жастар, үлкейген ақсақалдардан, әжелеріміздің әңгімесін тыңдасаң, айтады, өкініш бар. Шіркін-ай, жас кезімде Құран оқуды үйреніп алғанымда ғой, жас кезімде намаз оқығанымда ғой деген сөзді айтады. Қазір құлағым естімейді, көзім көрмейді, тілім келмейді, ұмытып қала берем дейді ғой. Өсек, бос әңгіме, пайдасы жоқ нәрселерді құмармыздар. Сол кезде жастықтың қадірін біліп, қазір оқу білім үйреніп, ең әуелі кітаптың ең ұлысы болған Алланың сөзін, Құранды жаттауды қазірден бастап жастар үйренуіміз керек. Ертең өкініп қаламыз. Пайғамбарымыз айтты оны. Қарттық келмей тұрған кезде жастықтың қадірін біліңдер деді. Ауырмай тұрған кезде денсаулықтың қадірін біліңдер деді. Ауырған кісілерді, больницада ауырып жатқан адамдарды көргендеріңіз бар шығар, Тіпті өзімізде ауырып больницада жатып қалған кезіміз бар шығар. Терезеге қарап, бүгін кім келеді екен шіркін-ай деп. Келмей қалса ренжіп шыққаннан кейін, мен ауырғанда бір келмедің сен деп қоясың да. Ауырып жатқан адамның оған барып анекдот айтып отырсаң, бір күлкілі нәрсе айтып отырсаң, оған қызық емес. Неге? Оған денсаулық, оған дені уайым ғой, ол жазылсам екен деп отыр да. Бірақ сен барып отырсың да, бір бос әңгіме айтып отырсың. Рас солай ғой. Сондықтан ауырмай тұрған кезде денсаулықтың қадірін білуіміз керек та. Қол аяғың істеп тұрған кезде көзің бақырайып, бәрін көріп тұр ғой. О, харам нәрсенің бәрін қараймыз бүйтіп, жаңа интернеттен түні бойы таң атқанша көреміз ғой. Құран оқымаймыз ба? Білім алмаймыз ба? Уақытың тапшы болмай тұрған кезде дейді. Уақытың кең болып тұрған кезде уақыттың қадірін біл дейді. Ой, қазір мешітке баруға уақыт жоқ. Қазір білім алайын десем, ұстазға барып білім алайын десем, уақыт жоқ. Жұмыс бастан асады. Тіпті өзімнің әйел бала-шағама, әкемнің барып қанын сұрауға уақыт жоқ деп жүрген кісілер бар. Бірақ кезінде уақытым болды ғой мысалы. Сондықтан егерде біздің білім алуға, Құран үйренуге, достарымызбен, туыстарымызбен бірге болып, олармен бірге жақсы қарым-қатынаста болып, оларға арнайы уақыт бөліп, жақсылық жасауға уақыттың бар кезінде қадірін білуіміз керек. Ертең сол жұмыс деп, дүниенің соңында жүрген кезде, сол жақыныңнан айырылып қалсаң, сол өкініш емес па? Шіркін-ай, уақыт бар кезде бір бармаппын ғой шіркін-ай. Осылай өкінеміз де.